Ассалаумағалейкум азиз меймандар. Бізде бүгін бірінші мейманда Қалқан Металл тикашысы Ибраимов Тілеуберген аға. Тілеуберген аға, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, Шамсуддин, қош келдің. Қош көрдік аға. Тілеуберген аға, сізге беретін сұрауларымыз бар еді, аз-маз уақытыңызды алсақ. Сұраулар қиын болмаса, ләж барынша жауап береміз. Олай болса, бізде бірінші сұрау, Қалқан Металл неше жылдардан бері халыққа қызмет көрсетеді? Қазіргі уақытта біздер Қалқан Металл 10 жылдан астам уақыттан бері халқымызға қызмет істеп келатырмыз. Енді бізде екінші сұрау, халқымыз не үшін Қалқан Металлды сайлау керек? Бірінші себеп, бізде 1 жылдық сервис қызметі бар. Ал екінші себепке келетін болсақ, бізде жеткеріп беру, өлшемін алу, һәм орнатып беру бифул. Ең ахметлі үшінші себеп, біздің карханамыздың бренді бар. Сол үшін қорқпай сеніп тапсырыс берсе болады. Аға, бізде үшінші сұрау, Қалқан Металлдың келешекте қандай мақсатлары бар? Қалқан Металл компаниясының келешектегі мақсаты елде рауажлану, кеңею, соңғы технологиядағы станокларды әкеліп, халқымызға әрбір шаңыраққа премиум дәрежедегі есік камераларды орнатып беру, һәм де бүткіл Қарақалпақстан халқына қызмет көрсету. Аға, енді бізде һәм мені қызықтыратын бір сұрауымыз бар. Қалқан Металл карханасы айына қанша дарамат табады? Енді Шамсуддин ол жағына келетін болсақ, ол жағы сыр болып қалған мақұл.